Саламатсыздар. Қытай үкіметі менің анамды жазықсыз саяси үйрену лагерінде қамап отыр. Мен Мудатбек қызы Алмагүл, Қазақстан азаматымын. Менің анам Қайнегүлзада қызы 1961 жылы 1 сәуірде туылған. Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Дүрбелжін ауданы Күрті ауылында тұрады. Анам Қайнегүлзада қызы 2010 жылдан 2016 жылдар аралығында Қазақстанға бірнеше рет туысшылап келген болатын. Мен анаммен 2018 жылы 8 наурызда сөйлестім. Содан кейін мен анамнан да, басқа да туыс-туғандарымнан да ешбір хабар ала алмай отырмын. Ешқайсысына хабарлассам телефонға жауап бермейді, не өздері маған хабарласпайды. Менің естуімше, олардың телефондарының бәрі тыңдауда және шетелмен хабарласуға тыйым салынған. Анамның жасы болса 60-қа таяп қалды. Ол кісінің жүрек ауруы бар. Ол кісі үйде жүргеннің өзінде дәрінің көмегімен жүретін, күндіз-түні дәрі ішіп жүретін. Сол 7 айдан бері мен анамның қандай жағдайда екенін, жазықсыз, себепсіз, не үшін саяси үйрену түрмесінде қамалып жатқанын, ол кісінің аман сауын, өлі тірісінде ешқандай хабарын біле алмай отырмын. Сонымен қатар менің кіші әкем, яғни әкемнің інісі Қуатбек Ақанұлы 1961 жылы 1 наурызда туылған. Бұл кісінің әйелі Гүлнар Шөке қызы. Және бұл кісілердің жалғыз ұлдары Қуанышбек Қуатбекұлы. Бұл кісілерде бір отбасы түгелімен жазықсыз саяси үйрену лагерінде қамауда жатыр. Бұл кісілерде жоғарыдағыдай айтылғандай менің анаммен бір ауылда тұрады. Бұл кісілерде сол 2018 жылы сәуір айларында қамалған. Мен Қазақстан азаматы ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы, кешіріңіздер, мен Қазақстан азаматы ретінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан және Сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мырзадан және Біріккен ұлттар ұйымының комитетінен жазықсыз Дүрбелжін ауданында саяси үйрену лагерінде қамауда жатқан анам Қайнегүлзада қызын бостандыққа шығарып, отбасымызға аман-есен оралуына және кіші әкем Қуатбек Ақанұлының отбасымен бірге түрмеден босатылып шығуларына көмектесулеріңізді сұраймын. Анам аман-есен түрмеден шығып, отбасымызға оралмайынша, және де басқа да туыс-туғандарым аман-есен түрмеден шықпайынша, жазықсыз жандар және Қытай қазақтарын бостандыққа шықпайынша мен арызымды тоқтатпаймын, үмітімді үзбеймін. 2018 жылы 3 қараша Алматы қаласы.